27-ші есептің шарты бойынша мына көпмүшелікке бөлгенде қандай қалдық қалатынын тауып алуымыз керек. Ол үшін бізге мына берілген екінші көпмүшелікті көбейтке жіктеп алайық. X минус 1, X минус 2 болады. Енді қалдық табу теоремасы бойынша пайдалансақ, бірінші X минус 1-ге бөлгендегі қалдығы қанша шығатынын білу үшін, мына бастапқы бірінші көпмүшеліктің орнына 1-ді апарып тексеріп көреміз. 1-ді X-ның орнына қоятын болсақ, бізде 3 шығады. Сонда X-ның 100 дәрежесі минус 2X 99 плюс 4-ті X минус 1-ге бөлген кезде қалдығы 3 шығады. Мына жерде бір белгілі бір функция шығады деп қояйық, бұны f от x деп қосылайық. Плюс x минус 1. Енді келесі x минус 2-ге бөлгендегі қалдығын тауып аламыз. Бұны qx деп қояйық, бір белгілі бір. Оған 2-ні қоятын болсақ, мына жерге 4 шығады. Себебі x-ның орнына 4 қойсақ, 2-ның 100 дәрежесі, мына жерде де 1 дәреже болады, сонымен бұл да 2-ның 100 дәрежесі болады, бір-бірімен қысқарып 0 болып кетеді. Сонда 4 қалады. X минус 2. Енді екеуін жеке-жеке біліп алып, бірақ енді бізге екеуінікі керек. Мынау керек бізге. X-ның 100 дәрежесі минус 2x 99 плюс 4 x минус 1 x минус 2. Осыған бөлген кездегі қалдығы неше болатынын білуіміз керек. Мына жерде бір сұрақ белгі қойып қояйын қазірше. Мына жерде бір белгілі өрнек шығады. Деп қояйық. Алдымен біз мынандай нәрсені істеп алайық. Мынаны бір үлкен өрнекті сәл кішірек бір белгілі енгізіп алайын. Бұны бір не деп қояйын. Tx деп қоятын болсақ, сонда мынандай өрнек деп шығады бізде. Tx, T емес бұл Lx дейік. Lx бөлінген x минус 1 тең f от x плюс 3x 1. Lx x минус 1 тең болады qx плюс 4x минус 2. Сонда мына өрнектерді мен қайтадан жазып шықтым. Сонда жазған мынау 100 дәрежелердің орнына Lx пен ықшамдап алып, мынау 2 екен. Кешіресіздер, 2. Енді екінші теңдеуден бірінші өрнекті алып тастайтын болсақ, сонда бізде мынандай өрнек келіп шығады. Lx жақшаның сыртына шығады да x минус 1 минус x минус x плюс 2. Мынандай өрнек x минус 1 x минус 2 тең f от x q от x. Бұл маңызды емес. Q от x минус f от x плюс x минус 1 x минус 2 4x минус 1 минус 3x минус 2. Міне осы өрнекқа біздегі басты сұрақ, мына жерді өрнекті есептесек болды. Яғни сол қалдығы келіп жатыр сонда. Енді осы өрнекті ықшамдап қояйық. Онда 4x минус 4 минус 3x плюс 6. Сонда тең болады x плюс 2. Сонда біздің бастапқы берілген есептегі мына өрнекті мынаған бөлген кездегі қалдығы x плюс 2 шығады екен. Есептің жауабы шықты.